Сәлем достар, мақтадай жұмсақ тоқаштарды бірге жасайық. Ең біріншіден бізге жылы сүт, қант, дрожжи барлығын салып, жақсылап араластырып, 10 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін ванилин, 2 жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырайық. Өз татымыңызға қарай мак қоссаңыз болады. Содан кейін ұнды қосып, жақсылап бір жұмсақ қамыр елейтін боламыз. 2 бөлікке бөліп, содан кейін тұз бен ерітілген сары майымызды құйып шығамыз. Енді осындай жұмсақ қамырымызды дайындап қоямыз. 1 сағаттың көлемінде топ-томпақ қып көтеріліп шығады. Оны 8 бөліктерге бөліп, ұзынша етіп жайып, видеода көріп тұрғаныңыздай орап шығамыз. Пергамент төселген қағазға дізіп 30 минутқа қойып қоямыз. Сәл көтерілгенше. Қызып тұрған 180 градуста 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Өз сүйікті сгущенкамызды алып, үстінен жағып шығамыз. Мақтадай жұмсақ тоқаштарымыз дайын болды. Міндетті түрде видеомен бөлісіп қойыңыз. Парақшама жазылуды ұмытпаңыз.